Қала мен барлық ауданда латын керуені атты көшпелі семинар тренингтер өткізіледі. Еліміздегі білікті мамандар жергілікті тұрғындарға қазақ тілінің жаңа әліпбиін таныстырып, мән-маңызын түсіндіреді. Мазмұнды шара бүгін облыс орталығында бастау алды. Латын графикасы ана тіліміздің мәртебесін көтеріп, жаңа ғылыми жетістіктерге жетеледі дейді филологтар. Себебі техника дамыған заманда латын қарпінің бәсі жоғары. Сондай-ақ зерттеушілер кириллицаға көшкен қазақ тілінде кейбір кемшіліктер кездескенін айтады. Сондықтан орфографиялық олқылықтарды жоюға латын графикасы оң әсерін тигізбек. Латын қарпіне негізделген төл әліпбиімізді қалыптастыру бұл баршамыз үшін өте маңызды шара болып есептеледі. Қазақ елін әлемдік аренаға шығаратын негізгі қадам әліпби ауыстыру болса, ұлттық кодымыздың қазақтың тілін жаңғыртып, жаңа әліпбиде тілімізге шақтауымыз бұл біздің парызымыз. Жаңа әліпбиге көшу кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Қазір ел арасында түсіндіру жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Халықтың орфографиялық сауатын ашу бағытында аймақта e-latin.kz сайты жасақталды. Порталда латын қарпінің оқылуы мен жазылуы тәртібі берілген. Сайтқа тіркелушілер онлайн курстан өткен соң тест тапсырып сертификат ала алады. Былтыр 2000-дай адам оқытылса, биыл 5000 тұрғынды қамту көзделген. Осы іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында облыста бірқатар жұмыстар атқарылуда. Осы халықтың, тұрғындардың хабардар деңгейін көтеру бағытында көптеген семинарлар ұйымдастырылды. Сонымен қатар онлайн оқыту жүйесі іске қосылды. Дөңгелек үстелде Шаяхметов атындағы тілдік қазына ұлттық практикалық орталығы директорының кеңесшісі Оразкүл Асанғазы қазақ тілінің тарихы мен айбыны хақында ой өрбітіп, жаңа әліпбидің маңызына тоқталды. Филолог Омар Жәлелдің айтуынша, қазір түркітілдес ұлттардың 56% латын қарпін қолданады. Демек, бұл графика елімізді Еуропамен етене байланыстырып қана қоймай, төп атасы бір түркілермен бауырластықты нығайта түспек. Империялық саясат біздің түркі мемлекеттерінің арасын бұзып, әдейі жасанды түрде алшақтатып жіберді. Біз мысалы бірімізден алшақтап кеттік, бірінің мәдениетімізді білмейміз. Болашақта осылардың бәріне алтын көпір болатын, осы латын графикасы деп есептеймін. Кезінде осы ортақ графиканың рөлін бұрын мысалы Шағатай тілі деген болған. Латын керуені өңірде 27 тамызға дейін болады. Тіл жанашырлары барлық ауданда болып, халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Еркебұлан Смайдар, Биболат Меңдіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.